Келінге тастай батып, судай сіңу парыз. Жас келін кезім, ақ пен қараны ажыратып жүрген кез десе де болғандай. Көрші үйде менімен бірге түскен келін бар еді. Сөзіміз жарасып кетпесе де, сәлеміміз түзу болатын. Ата енесі және атасының шешесі, яғни үлкен енесі де бірге тұратын. Жас келін үнемі атасын мақтайтын. Жақсы кісі деп. Бір күні үйіне бара қалсам, жас келіннің ата-анасы келіп кіріп жатыр екен. Амандасып, қайта ізімен қайтпақшы болғанымда, үлкен ене шай қойып, демдеп жібер деп бұйыра сөйледі. Ішке кірген құдаларға әп-сәтте шай дайындадым. Құдалар ашулы, қыздарына араша түсуге келіпті. Енесі күн көрсетпейді екен. Барлық тірлігіне араласып, ақыл айтқыш көрінеді. Әрісінен мін тауып баласын айдап салғанға ұқсайды, деп құдағи келгеннен адуындана сөйледі. Құдамызға әңгіме жоқ, жақсы кісі деп. Сөзге араласты құда. Құдалас болғанда өзіме ұқсаған ақ көңіл жан екен, деп құдасын мақтады келіннің әкесі. Бағанадан бері үнсіз тыңдаған үлкен әже, айтарларыңды тыңдадық, ал енді мені тыңда, деп даусы қатқыл шықты. Мақтап отырған құдаларың, ол менің ұлым. Кезінде ішті, шекті, ұрды, жанжалдың түрін көрсеткен. Соның барлық жаманын жасырып, жақсы кісі болуына, мына сендер жамандап отырған келінімнің үлесі зор. Мені ене деп сыйласа, ұлымды ерім деп сыйлады. Бір ауыз әйдескен жоқ бізбенен. Сондай әйел, қызыңның тірлігіне араласып, ақылын үйретсе, мына сенің де қызың жаман қатын болмас еді. Енеден жию, ерінен тию көрсе, ақылды ана болары сөзсіз. Құдам өзім сияқты жақсы дейсің ғой құда. Бірақ тап саған ұқсаса, өзім ақ тепкілеп тастар едім. Аздаған қиыншылыққа шыдамаған, әрбір істі анасына әсерелеп айтқан қызға ақыл айтудың орнына мән жайды анықтамай, қатынның айтқанына еріп, босағама ашумен келіп отырған, мына саған менің балам ұқсамай-ақ қойсын. Қатыны бүйіден қыз алма деуші еді. Мен еркегі бүйіден қыз алдым деп үміттенемін. Осы айтқаныма көнсең, шай ішіп, ет жеп қонағым бол. Көнбесең, қызың әне, ұстамаймын. Маған 25 жыл қызмет қылған келінімді жамандауға құқыларың жоқ. Кеше келіп, төр менікі деген қызың, адам болсын десең, осы қатынға тапсыр. Ада болсын десең, батамды берем, жолы болсын, деп сөзін аяқтады. Үнсіздіктен соң шайға бата жасалып, құда-құдағи үйден шыққанша асықты. Құда қызы мен әйеліне бір ауыз сөз сөйлетпей ізіне қайтты. Қазір сол келіншек бақытты ана, сүйікті келін. Әжеміз өмірден өтсе де, сөздері әлі есімде. Осы әжеміздей отбасының ұйытқысы болсақ, әдемі қартайсақ, кәнекей. Осылай деп әңгімесін аяқтапты жазушы. Әңгіменің авторы белгісіз, әлеуметтік желіден алынды. Қазыналы қарттарымыз азаймасын.